Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен менің сүйікті комедияларымның бірі Брюс Всемогущий фильміне шоу жасаймыз. Кино басында бір ресторанда Брюс Нолан ең үлкен пирог жайлы жаңалық жүргізіп жатқанда, аспаз бір жерін шығып, пирогқа деген тәбетті қашырып, тағы дубльдер жасап, әжетайымызбен оның балатайын заурға сөйлетіп, алдымызға аталмыш пирогты шығарып, жаңа рекорд орнатып, бәрі бақытты болып, керемет ән фонында сондай тәтті сүт ішеді. Сүттің мол болған соншалық, еркелеген жүгірмек оны төгіп-мөгіп тастайды. Сәлден соң түгі алмаған пирогпен тағы мұнда не болып жатыр деген түрмен тұрған екеуін көріп, репортаж аяқталып, еркек оны қызымен талқылап, қашан студияда жаңалық жүргізеді екен деп, алаңдап еркелеп, былай келіп отырып, қызымен күресіп, екінші партиясын төсекте жалғастырып, таңертең тентек ұйқысынан тұрғысы келмей, жасым 30-да болса да неге көбісі 40-тасын деп сұрайды деп тұрып, иті үйіне шаптырып, сыртқа деп шығарса, шығарған кезінде бензині бітіп қалады. Керемет! Жолай қызын қан тапсыратын жерге алып келіп тастайды. Қыз, менің қаным аз кездеседі, біреуге көмектесіп қалар дейді. Сосын ол жігітіне тәспе беріп, саған көмектеседі деп, артынша кептелісте тұрып, жаңа лауазым алу үшін маған керемет керек деп шыдай алмай отырады. Келгенде ашулы еркек бір мүсәпірдің сен соқырсың ба деген жазуын көріп қалады. Іште әріптестерін көреді. Солардың бірі Эван, кейіпкеріміз келгенде мазақтап, холда қалыспай былай істейді. Бүгінде басқарма ТВ-ға оның пирог жайлы ролик емес, Эванның ролигін көрсетеміз деп шешіпті. Сыртта бастығына мені басқа бағдарламаға ауыстыршы деп дей салып тұрып, кешірім сұрап, Басекең, мақұл, қазір Эван өткізу керек болатын бағдарламаны екеуің жүргізесіңдер. Бар сарқамаға үш дейді. Грейске сіңілісі Дебби келгенде, Брюс сарқырама қасынан қоңырау шалып, қазір бірінші рет тікелей эфирге шығамын деп қуанышымен бөліседі. Ол енді бастайын деп тұрғанда, студияда пенсияға кеткен ардагердің орнын Эван басады. Ал Эванның орнын Брюс алды дегенде, ол қанағаттанбай, көре алмаушылықтан күліп тұрып, жылаған түрмен біраз тұрып, сөйлесе деген соң ғана біздің ең үздік, ең білікті әріптесіміз Эван жаңа қызметін құтты болсын деп, сол жердегі кемеге алғаш мінушілердің бірі апамыздан қуып, Лео Ди Каприо Титаниктен құлағанда не қарап тұрдыңыз? Басқалары көті қатып, сыртта өліп тұрып жұмыс жасайды. Біреулері көттері жылы жерде жаңалық жүргізеді деп, қызы студиядағылар ұяттан безеріп кетеді. Аяғында бұлай жасап, эфирдің быт-шытын шығарады. Келесі кадрда күткеніміздей жұмысынан ұшып шыққанын көреміз. Кетіп баратып, әлгі мүсәпірге жас пацандардың тиісіп жатқанын көріп, «Ей, кетіңдер» деп, байғұс өзі неше түрлі аяқ киімдермен танысып шығады. Машинасы да оның тағдырын кешіпті. Адамға көмектесем деп, осыма марапатым деп тұрғанда анашал өмір адал деп жазып қойыпты. Үйіне келіп, қызына тағды. Құдай неге мені жақсы көрмейді? Неге Эван жаңа жұмыс алды? Неге менің өмірім сонша жаман? Неге мына итсигек деп ішкі мұңын төгіп зарлайды. Нәзік жандымыз бұл сөзді көтере алмай, ол да қосылып жылап кетеді. Сыртта машинамен кетіп баратып, Құдайдан белгі берші десе, алдынан тоқта, ары қарай жүрме деген символдар шықса да, тыңдамай, тәспісін алам деп фонарға соғысып қалады. Сенің кесірінен соғысын деп, тәспісін лақтырып жіберіп, Құдай жауап берші маған деген сәтте пейджеріне бір нөмір шалады. Бірақ оған мән бермейді. Таңертең тұрса, тағы да SMS келіп, мәш деп, пейджерін лақтырып, ол дөңгелек астына түседі. Иті тағы бүлдіріп, сидігі тағы да дәл сыртқа шығарған сәтте тоқтап қалады. Жолға қараса, әлгі пейджер терминатор сияқты әлі өле қоймапты. Бұл енді қызығырақ. Номерге шалса, өмірден шаршадыңыз ба? Біреу сенің еңбегіңді қолдап жатыр ма? Сен лайықты жұмысты біреу алып қойды ма? Сенің атың Брюс болса, пәленше адреске кел деп таң қалдырады. Сол адреске оқтай ұшады. Машинаға түскен сойда суға түсіп, бәрекелді. Не мынау енді? Неге жолым болмай жүр деп жоғары көтерілсе, ол жерде ешкім жоқ. Тағы қараса, бір шалды байқайды. Ол маған көмектесіп жібересің ба десе, кейін деп жоғары шықса, онда да тып-тыныш. Әйтсе де бір адам бар. Қараса, тағы да сол шал қалай? Ол лифттен шыққан сынау, Құдай жары болсын, мен кеттім десе, бірақ сен іздеген адамың менмін деп киімін шешіп, қарадан аққа ауысады. Мен сені көптен күттім, Брюс. Сен сонда бос электрикпен еден жуырсың ба? Неткен керемет. Сен де әкең сияқты ерекшексің ғой. Еңбектену балам ең құнды қасиеттердің бірі. Сен әкем жайлы қайдан білесің? Брюс, мен сен жайлы бәрін білем деп мынаны көрсетеді. Не мынау, әзілің ғой, кәне көрейікші деп ашып қалса,
деп көтіне құрты шыққандай созылып зырқ етіп қайта жабылады. Оның Құдайға көңілі толмаған жерлерін оқып беріп, тоқта, сен кімсің сонда? Мен Құдаймын, көрмей тұрсың ба? Бинго! Деген сәттілік соған сенеді деп ойлайсың ба? Тіпті мына жәшіктің артына бір нәрсе жабыстырылған немесе тесік бар деп жылжытса, еш нәрсе жоқ. Онда артымда қанша саусақ көрсеттім? Айтшы десе, ол барлығын тауып, оны алдайын деп жетіп болып тұрғанда 5 саусағын көрсетсе, шынымен де қолында 7 саусақ жасалады. Брюс, мен саған өзімнің жұмысымды беріп, мүмкіндік сыйлағым келеді. Бұл ғимаратта менің күшіме иемденіп шығасың. Иә, әрине деп, оған сенбей кетіп баратып, судың үстінен өтіп кетеді. Жо, маған жай ғана көрінді деп көлікке отырады. Машинасы от алмай қалып еді, от алшы десе, ол от алып кетеді. Жолай, ол Құдай болса, мені Клинт Иствудын бесе, машинасына атыс жасалып, айна қарап, одан түрінің Иствудқа ұқсап кеткенін байқайды. Жоқ деп көліктен шықса, мен Брюс Нолман десе, қару микрофонға айналады. Миын жинау үшін кафеге кіріп бір тамақ тапсырыс береді. Оның алаңдап отқаны бір шал қарап отыр. Жай шекер мен сүтті тартып алған көріп, аузы жабық болса да, аузы ашылып қалады. Қас тебеді, онда туа салады. Шал қорқақтап арып отырғанда тамағы да келеді. Сорпаны қақ екіге бөлгене кайф ұстап отқанда деп келіп қалып, кеттік сөйлесейік деп, өзіңнің Құдай екеніңді ешкімге айтпа. Ешкімнің еркіндігіне бас сұқпа деп тұрып, екеуі судың бетіне кетіп қалыпты. Астына қараса, Құдай судан алдын түні Брюс суға лақтырған кәсіпсін алып, менде тракторсын, мен демалысқа кеттім деседі. Құдайда демалыс болмайды ғой, сен орта ғасыр жайлы естіп пең, чау деп кетіп қалады. Ол енді қалаған нәрсесін істей алады. Келетте былай істеп, дүкендегі көлікті қалап көзін ашып жұмса, үстінде өтіп баратып көшеден оны алдын соғып жыққан братанушкаларды көріп қалып, былай істеп алып, оларға: «Яу, қалайсыңдар? Мына көшеге нұр түссін. Мен сендермен төбелескім келмейді» деп қыштады. Олар бұны прикол деп жарылып: «Братан, біз сенен менің көтінен маймыл шыққан күні ғана кешірім сұраймыз» деп қатып күледі. Не деген сәйкестік, бүгін дәл сол күн деп анаула деп оның көтінен шынымен де бір маймыл атып шығады. Ол бұл аса сайтан, кеттік деп қашып баратып, оларға десертке аузынан ара шашады. Мәз еркекке маймыл күт келсе, «Жоқ, сен шыққан жеріңе орал» деп үйіне жібереді. Ол асыға отанына оралады. Келесі сценада Брюс шыңдап тұрып, өзінің құдіреттілігіне тамсанып тұр. Грейс есік ашып қалса, жігіті оны ерекше сүйіп, мынандай жер бетінде жоқ гүл беріп, есікті жауып қозған түрмен ән қосып, балконға шығып, бұлттарды өшіріп, айды жіппен тартқандай үлкейтіп, бірнеше жұлдыз қосып, мынау артық деп романтикалық вайб жасап, әйелін шақырып, жалынды сиіске беріледі. Екеуі де қозып, бөлмеге кіріп, шам жағып, зік етіп, шешініп, боянып жатқан әйелін одан сайын қоздырып, магнитті өзіне тартып, екеуі жануардай шайқасқа түседі. Таңертең жаңалықтардан айдың үлкеюінен жапондық қаланы су басып кеткенін көреміз. Брюс езіліп ұйықтап жатса, бір жалынған адамдардың дауысы естілгендей болады. Бірақ бұлай құлағын жақсылап шұқылап еді, дауыс кетеді. Сол арада ит істейін деп тұр еді, Сэм деп қолын туалетке көрсетеді. Ит барып, адам сияқты шаптырып, суын ағызады. Соңында тіптен бетін жабады. Грейс келіп, ол тың керемет болды. Жаным, кеудем үлкейген ғой, қарашы десе, ол деп сасқалақтап қалады. Ой, жұмысын қайтарайын деп машинасын көріп, деп отырса, балалар келіп, мәссаған, базар жоқ машина екен дейді. Көлігі бір сәтте суперкарға айналады. Көшеде кептеліс проблема емес, саусағымен аша салады. Полиция иті жайлы жаңалық түсіп жатқан жерде 7-ші каналдың жүргізушісі оны көріп, шатыр кеткенін сен емес па деп мазақтап, мұнда жаңалық бітті деп еді. Сол мезетте анда ит жерді қазып, адамның аяғын табады. Әлгілер кеттік деп еді. Көлігі өзімен өзі жабылып, Брюс асықпай камераны бір балаға беріп, сюжетті түсіріп жаңалықтан көреміз. Оған қоса, әлгі мазақтаған еркектің көлігінде наша өсіріліп, қорап болып жатқан анықтапты. Жұмысқа келіп, барлығы оған шапалақ ұрып, көкке көтереді. Сондағы сұлу қыздардың бірі Сьюзенде көз қырымен қырындап қояды.
бастығы да қайтадан жұмысқа оралуын өтінеді. Ол болды, Мұрат Әбділля сияқты қайта оралып жарамын деп шығады. Іште Грейс бірде иттің туалеттен шыққанын, кейін ішінде отқан көріп ыңғайсызданып қалады. Ал мұнда Брюс ападан интервью алып, жалығып, жерге метеорит құлатып, масқара, кеттік деп зың жаңалықтар тауып, артынша ТВ-дан оның бара-бара танымал болып, ақыры мистер эксклюзив деген атқа лайықты болғанына куә боламыз. Грейс пен сіңілісін әдемі массажға жіберіп, қыз Брюс мені қаладағы ең қымбат ресторанға шақырт десе, сіңілісі онда ол саған үйленуге сөз салатын шығар десе, ол білмеймін, бәлкім деп қуанышын жасырмайды. Ал мұнда Брюс Эванның жаңалыққа шығайын деген көріп, жігермек бір нәрсе істемекші екендігін байқаймыз. Ол енді жаңалық айтайын десе, тамам ұстап қалса, анау да сөйлей алмай, үйрек дауыс шығарады. Оның дауысына не болған, су беріңдерші оған дейді. Сосын клавиатура жазғандай жасап еді, андағы текст өзгеріп, мұнша елдің премьер-министрі келді. Ал менің мұрым боғым Францияға ұшты деп қуа бастайды. Не деді? Текстті тексеріңдерші десе, текст өзгермеген. Эван, дұрыстап оқыш. Ал мен көк көтен сияқты ча-ча-ча билеп жатырым деп, одан сайы қуып кетеді. Мен ча-ча-ча істеген жақсы көргенскі деп, кешіріңіздер, бір техникалық ақау шықты деп еді, анау тоқтамай былай істейді. Эванды одан сайын ұятқа қалдырып, былай сөйлетеді. Байғұс не болып жатқан өзі де түсінбей отыр. Болды, бұдан кейін ол жұмыстан шықты дей беріңіздер. Кешке қызын қаланың ең керемет ресторанына алып келеді. Ондағы ең танымал әнші жігітке былай істегенде қыз не етерін білмей қалады. Керемет атмосферада жігіт қызына мен шыдай алмаймын, саған бұны айтуым керек деп алдына келіп, қыз оны үйленуге сөз салама деп уайымдап тұрса, мына жарымбет жылап тұрып, Грейс, мен жүргізуші болып тағайындалдым деп қуып тұрады осылай. Қыз қапаланып қалады. Сол мезетте Брюстің құлағы шымылдап, неше түрлі адамдардың даусы естіле бастайды. Ол, не дедің? Мұнда неге шулап кетті, тыныш отыра алмайсыздар ма деп айқай шығарады. Сыртқа шығып, мұнда не болып жатыр деп бетін жауып, ашып қалса, бір таудың шыңында тұр. Қасында Құдайы тұр. Біз қайдамыз? Эверест тауы. Құлағымдағы не шулар десе, ол жалынушы адамдардың даусы. Оларды тыңдамай жүрсің, оларға да көмек беруің керек дейді. Ол, көмектесуге әзірмін дейді. Үйіне келіп, ойлан, қалай дұғаларды жүйелесем болады. Барлық дұғадан картотека түссін. Болмайды. Парақша ретінде келсін десе, бұлай шығады. Ол да болмайды. Компьютер. Сонымен істеймін деп арнайы Яхве деген сайтты ашады. Дұғаларды жүктесе, оған біраз уақыт кететін тәрізді. Таңертең бірақ оянады. Дерлік 1,5 миллион дұға келіп түсіпті. Жұмыс бастамай кофе ішіп алайын деп көзін ашып жұмса, біреу Колумбияның керемет кафесін әкеліп тұр екен. Ішіп алып текстеуге кіріседі. Дұғаларға адам сенгісіз жылдамдықта жауап беріп отырып, арасында кофесінде ішіп әдептілікті сақтауды ұмытып отырады. Бітті деп еді, тағы да 3-4 миллион дұға келеді. Басын қатырмай, барлық дұғаларға иә деп жауап бере салады. Кешке біреу шақырылған отырысқа ауысамыз. Біреуінің аузынан бойың өсіп кетіпті ғой, басқасының қызым оқымысты болып кетті неше деген қуаныштарды естиміз. Біреу шыққанда барлығы шапалақ ұрып қарсы алады. Ал ана жақта Сьюзан да оны қалап тұрғандай бет жасап алыпты. Жігіт болса Грейске қоңырау шалып, келші отырысқа, сенсіз қызықсыз десе, қыз әлі ренжулі. Сол арада Брюс итіне, досты, сен көмектес дейді. Ит баратты, тығы қосып, ол жақтан романтикалық кино болып жатқан арнаға ауыстырып, қыз сезімге берілгенде алдына кілтті тастап жібереді. Қыз ақыры отырысқа келеді. Сол мезетте үйдегі жатын бөлмеде отқан Брюске Сьюзан келіп, сен соңғы кездері от болып жүрсің деп кенедей жабысып алып сүйе бастайды. Жігіт енді қой деп тартып алған сәтте Грейс келіп қалып, екесе ренжіп, артынан жүгіріп, 5 жыл жақсы көрген адаммен отбасы құрып бала туғым келсе, істегенің мынау, мен сенен кетем деп ізін жоғалтады. Ішке кіріп, ренжулі түрмен өрт сигнализациясын қосып жалғыз қалады. ТВ-дан Баффало, яғни Брюстің қаласында адамдар миға кірмейтіндей көп лотереялық билеттер ұтып алыпты деген хабарды тамашалаймыз. Құдай келіп, жағдай қалай десе, Құдай болу оңай емес екенін мойындайды. Ертес азанда қыз ұйқысынан тұрса, радиодан Брюсті кешір, әнін тыңдаңыз деген радионы естіп қалады. Жүгіруге шықса, ағаштан Грейс пен Брюс деген жазуды байқайды. Екіншісінде мәңгілік деген сөз тұр. Одан кейінгі ағаштарда және мәңгілікке деген жазбалар тізбегі тұр. Кафеге кірсе,
сіздерге ең үздік әндер, сізге керегі Брюс, бұнымен Брюспен тағы да айналыс деген өлеңдердің толып кеткенін көреді. Тіптен кассетада оның суреті тұр, қыз түсінбейді. Ал балабақшада мынандай көріністі. Артынша оған қоңырау шал деген сөздің құралғандығын көреміз. Кейіндеу балалардан таяқ жеп тұрған біреудің келгендігін көреді. Жігіт, кешірші, белгілерді көрдің ғой, жоғарының өзі біздің қосылғанымызды қалап тұр десе, қыз, қайдан білесің деп таң қалады. Бірақ қыз жоқ деп кешірмейді. Сосын тұрып алып, мені жақсы көрші деп күшін қолданайын десе түк шықпайды. Өйткені ол біреудің еркіне ықпал ете алмайды екен. Ой, сенде деп жынданады. Жаңалықтардан өткенде құлаған метеориттің кесірінен жарық өшіп қала беріп жатқан. Ал Баффалода лотереяны барлық қатарынан ұтып жатқан кесірінен адамдар протестке шыққан жайлы хабарлайды. Брюс асыға тікелей эфирге шыққысы келіп отырады. Кенеттен жарық өшіп қалады. Деп қайттан жағып жібереді. Енді сөйлейін ба десе, спорт жаңалықтары айтылады екен. Уақыт жоқ деп жүргізушіні ұйықтатып, енді бастаса жарық тағы өшіп, бастығы сөзін бөліп, сыртта протест басталды. Қаланың шатыры кетті дегенде жігіт біраз ойланып қалып, мен кетемін деп сыртқа шығып, қаланың төңкеліп жатқанының куәсі болады. Бұның барлығы тек өзінің кінәсі. Ығыры шығып, Құдайым-ау деп алғашында ғимаратқа ауысып кетеді. Құдайын тауып, не істеймін десе, алдын 7-ші күні сағат 7-те келем деп едің ғой, бүгін дәл сол күн десе, дәл осы уақыт деп тамсанады. Егер сосын сол жерді тазалап, еңбектенген ізгі іс қой деп, Брюс мен оларға қалағандарын бердім десе, адам нені қалайтынын қайдан біледі деген ауыр сұрақ қояды. Метеорит құлату керемет емес, баласын асырау үшін 2 жұмысты істейтін жалғыз басты ана, міне осы керемет. Нашаға жақындамай оқуға жүгіретін бала, міне осы керемет. Кереметті қарапайым мәселелерден іздеу керек деп түсіндіреді. Сосын ал сәттілік деп айып болады. Одан кейін Брюс қаладағы көтерілісті тоқтатып, ертесі біреудің бұзылған көлігін көріп, және анда әлгі мүсәпір шалдың біз бірге жеңеміз сөзін оқып, ана еркекке көмектесіп, саған Құдайдың нұры жаусын деген сөз алып, бір тіліп алып қалады. Сондай-ақ тоқтаусыз дұғаларға иә деп жауап беруден бас тартады. Жұмысына келіп, Эваннан кешірім сұрап, жүргізуші орнына лайықсың деп, орнын босатып, өзін бұрынғы жұмысына қайта оралады. Ал үйінде әлгі үйге сүйгіш итті сыртқа сүйгіш қылу үшін диванды сыртқа шығарып, 1-2 әрекеттен кейін ақыры оны көшеге сүйгіздіреді. Енді мүсәпірге оны қолдауға келіп, былай істеп алады. Кейін Грейстің сіңілісі заттарын алып кетуге келіп, білесің бе, ол күніге түнде сен үшін дұға оқиды дейді. Жігіт компьютерге барып, дұғалардан оны іздесе, шынымен де, ол тек соның амандығын тілеп, дұға тілейді екен. Дәл сол мезетте Грейстен тағы да дұға келіп, лезде соның үйінің сыртына ауысады. Қыз жылап тұрып, Құдайым-ау, оны әлі жақсы көремін. Мен қиналғым келмейді. Оны ұмытуға көмектесші деп жалынады. Брюстің де көзі жасаурап, жаңбыр астында жүріп, Құдайым, сен сияқты ешкім бола алмайды екен. Саған мойын сұндым деп төбеден нұр пайда болғанда еді, бірақ бұл жүк көлігінің фарлары екен. Аппақ әлемде Құдаймен кездесіп, балам, сенде адамдарды күлдіріп, қуаныш беретін қасиетің бар деп, оған әлгі тәспісін беріп, қане сыйыншы дейді. Ол, Құдайым, кедейлерді ашықтан құтқаршы, ауруларды емдеші деседі. Жақсы дұға, бірақ қазір сені қатты алаңдатады не, Грейс? Оны қайтарың келе ма? Жоқ, бастысы, ол бақытты болсын. Мен оны қалай сүйемін. Дәл сондай адам тапсыншы деп, шын жүректен тілегін айтады. Міне, енді бұл таза дұға дейді. Бұл жақсы деп тұрып, түртіп қалып еді. Не болып жатыр десе, оны мед қызметкерлері дефибриллятормен оның өміріне күресіп жатыр екен. Экран қара түнек болады. Оянады. Еркек біреудің қан тапсыру арқылы тірі қалыпты. Бұл қыздың қаны. Естеріңізде болса, кино басында Грейс қан тапсыру орнына келген болатын. Сосын екеуі сол жерде бір-бірінен кешірім сұрап құшақтасады. Кейін әлі жазыла қоймаған еркек оның өмірін құтқарған қан тапсыру орнының 1 жылдығын атап өтіп жатқан іс-шарада репортаж жүргізу үстінде. Ол жерде кино басындағы пирог дайындағыш апамызбен мұрны шұқыш баласын шақырып, осы аптада мен 2 мәрте қан тапсырам деп тұрып, қазір болашақ Miss Exclusive Грейс Коннелиді көрсетейін. Қараңыздаршы, осы жаңа қан берсе де түрі сып-сұлу ғой. Әр ұлы еркектің
барлығы көз салатын әйелі болады деп әзілтті жарып қояды қарағымыз. Сосын барлығымен қосылып қан тапсыру орталығының девизін қайталайды. Керемет сізден басталсын. Қызына қан тапсыруға қорқамын деп еркелеп тұрғанда сол жердегі адамдар арасынан әлгі мүсәпірдің Армагеддон қазір болмайды деген жазуды ұстап тұрған көріп, аяғында оның шынайы әлпетін көреміз. Достар, кино ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар.